Тәбетті ашатын, бағасы қолжетімді кез келген тағаммен ұсынылатын тұздалып ашытқан орамжапырақ қырыққабығын дайындаймыз. Қыс бойы салатыңыз дайын болып тұрады. Ал таңдағанда қатты қырт-қырт етіп тұратын орамжапырақты таңдау абзал. Жуамыз, екіге бөлеміз де ортасындағы өзектерін алып тастаймыз. Енді ұсақтап ұзыншалау керек, немесе арнайы үгіткішпен де ұсақтасаңыз болады. Бір сәбізді де үгітеміз. Орамжапырақты қолмен мыжыңқырап араластырамыз, тұздаймыз, сәбіз қосып 10-15 минут суы шыққанша араластырамыз да аздап қант қосамыз. Енді қара бұршақ бұрыштан, лавр жапырақтан арасына қосып, орамжапырақты дұрыстап нығыздап тығыздаймыз. Суы бетіне келу керек, үстін бір ауыр затпен басып 2-3 күнге бөлме температурасында қоямыз. Күніне бір рет арасын тесіп қойыңыздар, ал уақыт өте дайын тұздалған орамжапыраққа пияз, аздап қант салып, сұйық май құйып, дастарханға ұсынамыз. Ал астарыңыз дәмді